Егер сені мақтаса, онда білгенің жөн. Сен әлі де болса өз жолыңда емессің. Басқалар үшін ыңғайлы жолдасың. Әр нағыз еркекте ойнағысы келетін жасырын бала болады. Олардан баланы тауып алыңдар, әйелдер. Кейде күдіксіз сену өтіріктен де жаман. Жаман деп жүргенімізді жақсы деуге батылымыз жеткен күні біздің өмірімізде ұлы кезеңдер басталады. Кешігіп келген бақыт ұзақ сақталады. Мөлшерден тыс көп берілген дәрі емдеп жазбайтыны сияқты, әділдік шеңберінен шығып кеткен мінеп сынау да өз мақсатына жетпейді. Егер сен биікке шыққың келсе, тек өз аяғыңмен ғана шық. Басқалардың сені биікке көтеріп шығуына жол берме. Басқалардың арқасына жабыспа. Басқалардың желкесіне мінуші болма. Егер әлдекімнің шын сөйлегеніне күдіктенсең, онда өтірік болса да оған сенген қалып танып. Ондайда ол одан сайын өзіне сеніп, жүректі түрде тіпті де зор өтірік айтып, өз бет пердесін өзі ашатын болады. Жауыздық жара сияқты қышиды, ашиды, жарылады. Ол өзі туралы шынын айтады. Нағыз еркек екі нәрсені ұнатады: қатер және ойын. Қатерлі ойыншық болғандықтан ол әйел затын сүйеді. Парасаттылар өз өмірінен ләззат алады, бос уақытын дұрыс игереді. Ақмақтар бос қалуға төзбейді, бос уақыт оларды зеріктіреді. Сондықтан олар пайдасыз ойынмен көңіл аулап, уақыттық рахатқа салынады. Тіршіліктің бағыты мен қайғысы басқа түскен істің бақ. Не сор болғанынан емес, қайта біздің оған қалай бетпе-бет келуімізге, қалай сезінуімізге байланысты. Адамдар тағдыр деп жүрген нәрсе шын мәнінде олар жасаған ақымақтықтардың жиынтығы ғана. Адамдар қарапайым ақиқатты елемегендіктен көп азап тартады. Кім өзіне өзі сенбесе, сол әрқашан өтірік айтады. Дүниедегі роза гүлдерінің бәрінде тікен бар. Егер қолыңды жаралаудан қорықсаң, роза гүлінің хош иісін иіскей алмайсың. Біздің денеміздегі кейбір мүшелер миымыздан да ақылды. Кітапты тым көп оқыған сайын мида қалатын нәрселер азаяды. Кітапты ойланбай оқи беру миды шимай шатпақ жазылған қара тақтаға айналдыру деген сөз. Өмірді алғашқы 40 жылда біз оқулықпен оқытады. Сосын кейінгі 30 жылда соған түсініктеме берумен болады. Өмір енді бір бағанада шыраққа ұқсайды. Оған жақындаған сайын оны көру қиын. Өмір сұлулығын танығымыз келсе, алысырақ тұрып күзетейік. Байлық теңіз суы секілді, ішкен сайын шөлдейсің. Атақ даңқ та сондай нәрсе. Ойлау мен сөйлеудің арасында біраз қашықтық бар. Топас тоғышар байып кетсе, адамдық қасиеті одан сайын кемиді. Мақтан қума, бірақ бар күшіңмен мақтауға лайық әрекет жасауға тырыс.
Ақымақ уақытты қалай тез өткізуді ойлайды, ақылды адам уақытты қалай тез пайдалануды ойлайды. Ұсақ адамдар ұлылардың кемшілігі мен қателігіне қуанады. Нағыз қажеттілік туған кезде ақымақ адамның өзі ақылды болып кетеді. Балалар үшін ересек адамның сөзі құпия мағынаға толы көрінеді. Адамның өте кертартпа болмысы екені соншалық кез келген өзгеріс, тіпті оң өзгерістің өзі оның зәресін ұшырады. Адамдар аса ашқарақ һәм үнемшіл. Олар барынша көп білгісі және сол білімді барынша арзанға алғысы келеді. Данышпандар ақымақтардан артық білмейді. Олардың бойындағы ержүректік пен өзіне өзі сенімділік қана артық. Біз өміріміздегі аса қиын сәттерде көп ойланамыз, ал еріккенде қолға қалам алып жазуға кірісеміз. Шағын міндеттерді орындай алмасын сезген кезде кейбіреулер ұлы мақсаттарға ұмтыла бастайды. Бір ғажабы, олардың жолдары болатын кездері де аз емес. Жаңа ойлар, тіпті өз ойларың болса да, бірден ұнамды бола кете қоймайды. Алдымен оларға үйренісу керек. Мазақ пен мадақтың арасы да бір-ақ қадам. Ұқсап бағам деп жүріп, ұқсап кетесің. Адамды қалпын өзгертпеген жағдайда тыңдау керек. Қисық таяқтың көлеңкесін түзеуге тырыспаңыз. Күлуді білмейтін адам дүкен ашпауы керек. Сабырлылық тамыры ащы, бірақ жемісі өте тәтті ағаш. Білгеніңнің бәрін айтпа, қолыңнан келгенінің бәрін жасама, естігенінің бәріне сенбе, барыңды жұмсама. Себебі білгенінің бәрін айтатын адам қолынан келгенінің бәрін істейтін, естігенінің бәріне сенетін, барын жұмсайтын адам. Бірнеше рет орынды емес нәрсені айтады, керек емес нәрсені жасайды. Соттар ол көрмегенді жоқты жұмсайды. Қараңғылыққа қарғыс айтқаннан гөрі шамды жаққан жақсы. Адам өз көлеңкесінен секіре алмайды. Әділдіктің екі қайнар көзі бар: ешкімге зиян шектірмеу және қоғамға пайда келтіру. Артқы аяғынан ұстағанда піл жұлқынатын болса, ең дұрысы қоя беру. Адам қанша бақытты боламын десе, сонша бақытты бола алады. Артымнан айтылған жалған, жала сөздерге ешқашан мән беріп көрген емеспін. Өтірік сөзге күйіп пісудің не қажеттілігі бар? Тағдырдың қиыншылықтарына кез келген адам төтеп бере алады. Адамды шын сынағың келсе, оған билік бер. Алға қарай ұмтыл. Өмірде табандылықтың орнын ештеңе баса алмайды. Талантты болса да жолы болмағандар көп. Данышпан болса да ойлары жүзе аспағандар көп. Тіпті ең жоғары білім де оны алмастыра алмайды. Өйткені әлем білімді жалқауларға толы. Ең басты құдірет табандылық пен өз дегеніңнен қайтпау. Табыс бұл маңдай тердің көрсеткіші.
қаншалықты көп терлесеңіз, соншалықты табысты боласыз. Егер сіз тек ақша үшін жұмыс істесеңіз, оны ешқашан жеткілікті мөлшерде таба алмайсыз. Ал егер жұмысыңызды сүйіп істесеңіз және тұтынушыларыңызды бірінші орынға қойсаңыз, мол табысқа кенелесіз. Мен өзгелерді жетістікке жетелеген сайын өзім де жетістіктің шыңына өрлей беремін. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Мақсатқа тек қателік жасап, тәжірибе жинау арқылы жетесің. Егер тәуекелшіл болмасаңыз, бизнеске тұмсығыңызды сұқпаңыз. Жұмыс істеудің тағы бір тәсілі пайда болса, оның жолын тез арада тап. Мен ешқашан жеңілген емеспін, тек жүзеге аспайтын 10 000 тәсілді байқап көрдім. Біздің ең басты қателігіміз нәтижесін көрмей жатып тез беріле салуымызда. Табысқа жетудің ең сенімді жолы тағы бір рет қайталап көру. Күнделікті өмірде кей-кейде біздің жақсы қасиетімізден гөрі жағымсыз қылығымыз тартымдырақ көрінеді. Біз барлығын қолымыздан келгенше соңына дейін істесек, нәтижесіне өзіміз таң қалар едік. Жүрек үнемі ақылды ақымақ қылады. Адамдар өз мүмкіндіктерін өздері босқа жіберіп алады. Өйткені ол қолына күрек пен балға ұстаған жұмысқа ұқсайды. Адамдардың көпшілігі күндердің күні бай болып ойнатындарына сенеді. Олардың ойы жартылай дұрыс. Өйткені олар бір күні шынымен де оянады. Бәрі өзінің жадына шағымданғанымен, ешкім өзінің ақылына шағымданбайды. Басқаларсыз да амалдай аламын деп ойлайтын адам өте қателеседі. Бірақ басқалар өзінсіз іс тындыра алмайды деп ойлайтын адам одан бетер қателеседі. Күндіз түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Уақыт 4 затта жақсы білінеді. Ескі ағаш жанғанға жақсы, ескі вино ішкенге жақсы, ескі дос сенгенге жақсы, ескі автор оқығанға жақсы. Ешкімді ұнатпайтын адам ешкімге ұнамайтын адамға қарағанда әлдеқайда бақытсыз. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Рахметі жоққа қызмет көрсетсең ештеңе етпес, ал оңбағанның қызметін қабылдау зор бақытсыздық. Ұлы ақыл иелеріне аз сөзбен көпті білдіру тән болса, ақылы шамалы адамдар керісінше көп сөйлеп ештеңе де айтпау дарынына ие. Адам жақсылыққа өз еркімен бет бұрса ғана нәтиже шығара алады. Өзіңіздің басты дұшпаныңызды білгіңіз келе ме? Айнаға қараңыз. Соны жеңсеңіз, қалғандарын жеңу қиынға соқпайды. Мен бақытқа бастайтын жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке ұшырататын жолды білем. Ол бәріне бірдей жақсы көріну. Білім деген даналық емес, даналық деген білімді кәдеге жарату.
Адамдар өз-өздерін депрессияға ұшыраған кезде ойлайды. Ешкім ешкімді тастамайды, тек мықтылар алға қарай кетіп қалады, ал артта қалып қойған әлсіздер өздерін тастап кетті деп ойлайды. Егер адамдар өздері туралы жақсы нәрсе айта алмаса, бөтен біреулер туралы жаман нәрсе айтады. Бөтен адамды жоғалтып алам деп қорқып, өмір сүргенше өмір бойы өзіңдікін іздеген абзал. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Кейде өмір екі адамды бір-біріне қаншалықты қымбат екенін ұғындыру үшін ажыратады. Жеңіске сенген кезде сен жеңесің, өйткені жеңіс саған сенеді. Ақырын жүрсең, сорың сені қуып жетеді, жылдам жүрсең, сен сорыңды қуып жетесің. Егер сен бір нәрсені қаласаң, бүкіл әлем оның орындалуына себепші болады. Кейде сенің артыңнан кім ілесетінін көру үшін алға шығуың керек. Кейде сені кім тыңдайтынын байқау үшін даусыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрін астан-кестен болып жатқанда сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім қабылдауың керек. Арманыңның орындалуына бір нәрсе ғана кедергі. Ол сәтсіздік туралы қорқыныш, қалғандары себеп. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында өзіңде өсесің. Бір проблеманың шешімінен екінші проблема туындайды. Өзіңе сенші. Сол кезде өміріңді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Олардың өзі өзіңіз секілді қарапайым адам екенін ұмытпаңыз. Ақылы тар адам өз пікірін өзгеге таңуға бейім болады. Әркім түсінгенін естиді. Ойлау оңай, әрекет қиын, ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық, қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Адамның мінезі жайлы білгіңіз келсе, оның өзіне пайда әкелмейтін адамдармен қалай сөйлесетініне назар аударыңыз. Өзіңді өз қабілеттеріңнен жоғары бағалаудың керегі жоқ, және өзіңді кемсітудің де керегі жоқ. Ерегісіп тұрған екі адамның төрелігін айтсақ, былай болады. Сол екі адамның қайсысы ақылдырақ болса, даудың басталуының кінәсі соның мойнында. Зираттағы ең бай адам болу мен үшін маңызды емес. Маңыздысы ұйқыға жатар кезде өзімнің расымен ғажап нәрсе істегеніме қанағаттану. Сіз қарсыласыңыздың ойымен мүлдем келіспей тұрсаңыз да, әрқашан жауабыңызды болымды түрде бастаңыз. Жай ғана алға қадам бас, жолдар өздері-ақ ашылып шыға келеді. Егер де сіз бір нәрсе жасасаңыз және ол өте сәтті шықса, онда онымен тоқтап қалмаңыз. Алға қарай қадам жасап, тағы да біреуін жасаңыз. Маңыздысы одан әрі не істеу керегін анықтап алу.
шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағаннан да ғаламат істерге қауқарлы. Қабырға ылғалдан тозады, адам сынағыштан күйрейді. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. 12 сағат жұмыс жасауың міндетті емес, бірақ басын үнемі істеу керек. Жанынан 5 жыл жүріп тани алмаған адамды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Каналыма жазылып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз.